Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін орешки дайындаймыз. Бұл орешкиді жасап көруге кеңес беремін. Дәмі тіл үйіреді. Ол үшін жұмыртқамыздың үстіне қант салып, жақсылап араластырамыз. Және жарты шай қасық ас содасын саламыз. Ерітілген сары майымызды қоямыз. Және ұн салып қамыр етеміз. Соң дайын болған тестімізден осылай кішкентайлап шамамен 10 граммнан шариктер жасаймыз. Және осындай жаңғақ пісіруге арналған духовкаға салып пісіріп аламыз. Жаңғақтарымыз дайын болды. Ортасына вареный сгущенка қосып және орех қосып жабыстырсаңыздар болады. Дәмі өте керемет. Жасап көріңіздер. Ас болсын.